Hey guys, how are you doing? Welcome to my lesson. Сабағыма қош келдіңіздер. Guys, before starting our lesson, сабағымызды бастамас бұрын, мен сіздерге өте маңызды методика жайында айтып өткім келеді. Осы уақытқа дейін оқушылардың нәтижесіне сүйене отыра, мынандай тұжырымға келдік. Егер де сіздер грамматиканы бір бөлек, сөздерді бір бөлек жаттайтын болсаңыздар, сіздер ешқашан сөйлей алмайсыздар. Яғни оны қалай жаттаймыз? Грамматикамен сөзді бірден сөйлем қылдырып. Мысалы, have дегеніміз бар, I have. Грамматиканы уже біліп алдық, I have. Жаңа сөз a pen, I have a pen. Менде қалам бар. Осылай сөйлем ретінде жаттай беретін болсаңыздар, guys, кейін сөйлеген кезде осы сөйлемді автоматты түрде сіздер ауздарыңыздан шыққан кезде өздеріңіз таңғалып қаласыздар. Мынау кім? Мынау мен ба деп. Резюмеете? Ал егер де, guys, бөлек have дегеніміз бар, pen дегеніміз қалам, тек қана жазып, ойша жаттайтын болсаңыздар, сіздер кейін сөйлегенде сөздер осылай шашыраңқы болып жүреді. Сондықтан да біз грамматика өткеннен кейін бірден жаңа сөздерді сөйлем ретінде қолданып, көп сөйлемдерді құрап, және де оларды айтып, бірінші қадамымыз практикамен бастайтын боламыз. Окей, guys, менде бар. Қазақ тілінде менде көйлек бар, көлік бар, сүт бар, кітап бар. Сөйлемнің аяғында. Ал ағылшын тілінде сөйлемнің ортасында I дегенім мен, have дегенім бар. Болды. Қатып қалған формула орындар ауыспайды. Келесі не бар? Кім бар? For example, мысалға, I have a pen. Менде қалам бар. I have. Менде бар. I, мен, have бар. I have a plan. Кстати, менде план бар деп айтамыз ғой. By the way, I have a plan. Ball, кеттік. Ball, доп. I have a ball. Менде доп бар. I have a car. Менде көлік бар. I have a phone. Менде it is a phone, guys. Okay. Look at the sentences. Мына сөйлемдерге қарайықшы. I have milk. Milk, сүт. Артикль n қойылмайды. Неге? Өйткені бұл зат есім саналмайды, Саналмайтын, қолмен ұстай алмайтын, шегіне жете алмайтын зат есімдердің алдында біз артикльдерді қоймаймыз. I have money. Менде ақша бар. Егер де көп деп айтсаңыздар, a lot of, water, су. British pronunciation, American pronunciation да көбінесе water деп естіп атамыз, акцент R-ға береді. Water. I have water, British pronunciation. Менде су бар. Менде таза су бар деп айтса, қайтып айтамыз. I have clean water, guys. Okay, next. Менің әпкем бар. Менде әпке бар. Формула саламыз. I have. Менде бар. Кім бар? Не бар? I have a sister. Әпке. Ал егер де менің әпкелерім көп болатын болса, оған s жалғауын жалғаймын. Sisters. Бірақ та, guys, зат есім көпше түрде тұратын болса, артикль қойылмайды. Менің ағам бар. I have a brother. Тез айтып көрейікші. I have a brother. I have a brother. I have a brother. Менің ағаларым бар дейтін болсам, s жалғауын жалғаймын, артикль алып тастаймын, guys. I have brothers. Менің досым бар. Бір ғана досым болатын болса, I have a friend. A friend. Ал егер де достарым көп болатын болса, a lot of friends, s жалғау жалғаймын. Жалғау s. Достарым бар. Менің достарым бар. I have friends. Артикль жалғанбайды. Okay, guys. Look at this picture. Суретке қараймыз. What is it? It is sugar. Қант саналмайды, guys. Sugar. Сол себепті артикль мына жерге қойылмайды. Көбінесе осы қате кетіп атады бізде міне. Артикль қойылмайды. Sugar болмайды. I have sugar. Бізде қант бар десек, міне have ордан қозғалмайды. I have, we have, they have. We have бізде бар. Не бар? Sugar. Үйде, at home. Қайда деген сөздер ағылшында көбінесе сөйлемнің артына қарай келеді. We have sugar at home. Енді айтып көріңізші, бізде үйде сүт бар. We have milk
at home. Yeah, tuz бар. We have tuz deganimiz qalay bo'ladi guys? Tuz deganimiz mine salt bo'ladi. We have salt at home. Okay guys. Thank you for watching our today's lesson. And please try to make 5 sentences. 5 сөйлем жасап көріңіздер. Жан-жағыңызда не бар? I have a. Я болмаса I have milk without article. Yeah, articlesiz. And try to speak. Okay, guys, see you. Goodbye.